алғаш рет қатысып 4-ші орын алған. Енді алла жазса биыл енді жүлделі орыннан көрінем деп ойлаймын. Жастарға айтамын, спортты сүйіңдер, салауатты өмір салтын қолдандар. Елбасымыз айтқандай, спорт әрқашанда өмірде аңсаған арманды жеткізуге өте көмектеседі. Және өзім жеңіл атлетикада бапкер болғасын, сол мақсатпен жастарға өнеге болайын деп. Қанша километр жүріп өттіңіздер? Бірінші 5 шақырым жүгіріп өттік, екінші 15 шақырым велосипедпен жүріп өттік. Одан үшінші тағы 5 километр жиналып келгенде 25 шақырым тәуелсіздігінің 25 жылдығына. Бүгін бірінші рет қатысып тұрмын дуатлонға. Өте жақсы ұнады маған. Өте жақсы әсерде. Әр қиындықтан кейін бір жеңілдік болады дейді ғой. Әрине жарыстың ортасына келген кезде қиналасың, ауа райы бар, еще жүгіріп алып елікпен отыру деген ол кішкене қиынға соғады. Бірақ мәреге жеткен кездегі сезімді сізбен айтып жеткізе алмайсыз. Өте тамаша сезімдемін. Итак, вручается медаль, цветы. Берекемізді жалғастырамыз. И мы награждаем, естественно, медалью, дипломов. Ортаға шақырамыз, келіңіз ортаға. Тоқтатпаймыз достар. Қолдау қосылыңыз достар. Жүлде иегері Александр Брянский мырзаны ортаға шақырамыз. Дуатлонға бірінші рет қатысуым. Негізінде велоспортпен айналысам. 2 ай болды велоспортпен айналысқаныма. Алдында конькимен жүгіру спортынан одан 2,5 жыл қатыстым. Өте қуаныш сезімдемін. Өйткені абсолютный чемпион болу білмеймін, мен үшін неожиданно. Еще громче! Ну что ж, мы продолжаем на позитиве.